Жастар қуатты Қазақстан үшін. Оралда елбасының қатысуымен жастар республикалық форумы өтті. Студент, спортшы, шығармашыл және жұмысшы жастардың белсенді өкілдері жиналды. Атырау және Маңғыстау облысының жастары да тікелей эфир арқылы осы іс-шараға қосты. Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары аясында Нұрсұлтан Назарбаев Оралдағы индустриялық нысандардың да аяқ алысымен танысып, жергілікті тұрғындармен жүздесті. Толығырақ Батыс Қазақстан облысынан әріптесім Мұхтар Ыбырайым баяндайды. Теннис орталығы. Оралда бой көтерген ең жаңа нысан. Ашылғанына 4 ай толмастан жастардың ордасына айналып үлгерді. Танымал спортшылар, белсенді жастар мен студенттер. Ұзын саны 2,5 мыңға жуық жас буын өкілдері бүгін осында бас қосты. Басым көпшілігі Атырау, Маңғыстау мен Жайықтың жастары. Форумда ашқан елбасы өркендеу жолында жасалып жатқан жұмыстарға тоқталды бірден. Қолдау қомақты ең бастысы. Жасыл ел, дипломмен ауылға, қол жетімді баспана. Бәрі жастар үшін. Ақжайық жағасында бүкіл Қазақстанның мыңдаған жастары жиналып отырсыздар. Рухы азат, білімі кемел, жас қырандар, елдің болашағының басты үміті сіздер. Менің бастамаларымды іске асыратын сенімді серіктестерімді сендер болдыңдар. Ғылыммен шұғылдану, спортпен айналысып, елдің атын әлемге таныту, сан саланың тізгінін алып, елдің өркендеуіне үлес қосамын дегенге жол ашық. Жастардың өрліп өркендеуіне жан-жақты жағдай жасалғанын айтты елбасы. Жыл сайын 35 мың білім гранты бөлінеді. Бұл салаға жұмсалатын қаржы 4 жылда 2 есе өсті. Барлық істеген шаруамыз білім, ғылым, денсаулық, болашақтың мәселесі. Мынау тәуелсіз Қазақстанымыздың бүгінгі күні дүние жүзінің дәрежесінің көтерілуі, Қазақстанда дүниенің барлығы білуі, жаңа ұрпақ тәрбиелегеніміз осының барлығы болашаққа деген мемлекеттің қамқорлығы болып саналады. Сендердің болашағың үшін. Сондықтан осы тәуелсіз елімізді патриоты болып шын жүректен сүйіп, өздеріңіз тәрбиелеп, білім алып азамат болсаңыздар, мемлекетіміздің тәуелсіздігі ұзақ та баянды болады. Форум барысында бір топ жастар сөз сөйледі. Жас буын өкілдерінің елбасыға айтар алғысы аз емес. Кезінде ұлы бабаларымыз айтқандай, шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды сақтайды. Тұлпар ерді сақтайды, елді сақтайды деген. Сіз елімізді қырағы көзді қырандай қорғап, әлем сахнасының төріне шығардыңыз. Мен сізге шексіз перзенттік алғысымды айтамын. Спасибо за тот звонок, вам лично хочу сказать, потому что этот звонок, он был не только лично мне адресован, он был адресован всему Казахстану, всем молодым, взрослым, всем. Это был знак, что господин президент Нурсултан Абишевич, он всегда с нами, всегда смотрит за нашими победами, за нашими тяжелыми моментами. Он всегда с нами рядом. Вот это доказательство. Я буду готовиться звонить в Рио-де-Жанейро. Все, я уже готовлюсь. Форумға Маңғыстау мен Атырау өлкесінің жастары да телекөпір арқылы үн қосты. Елбасы екі өңірдің де тұрғындарына сәлемін жолдап ризалығын білдірді. Атырау облысында соңғы жылдардың өзінде ондаған индустриялық жоба іске қосылып, мыңдаған жұмыс орны ашылды. Оның барлығы әрине сіздің тікелей басшылығыңызбен жүзеге асып жатырғанын біздер жақсы білеміз. Жас буынға жасаған қамқорлығыңыз үшін сізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Тек біз ғана емес, бүгінгі бейбіт өмірі мен кемел келешегі үшін күллі қазақстандықтар сізге риза. Ал залда жиналғандар президентпен суретке түсіп, жастардың тілінде айтқанда селфи жасады. Батыс Қазақстан облысына сапары барысында Нұрсұлтан Назарбаев Орал трансформатор зауытында болды. Кәсіпорын 2014 жыл желтоқсанда ашылды. Жылына 10 мың дана қондырғы шығармақ. 70% сыртқы нарыққа бағытталған. Қазір зауытта 150 адам жұмыс істеп жүр. Жоба толық қуатына көшкен соң олардың саны 300-ге жетеді. Ең соңғы модельдегі конструкциялар, оның ерекшелігі салмағы аз, масса габариті аздау, ал қуаты кернеуі сол өзінің қалпында қалады. Еуропаның үздік деген технологияларының бәрі осы бір зауытқа шоғырланды. Өнім сапасы жағынан көрші нарықтағы кәсіпорындардан артық болмаса кем емес дейді мұндағылар. Бұл енді бұл технологияның бір ерекшелігі, бұл жерде в основном герметичный трансформатор шығарады. Ол герметичный трансформатордың несі 25 жыл былай қарағанда май кислородпен байланыс жоқ. Сол себептен окисление болмайды. Ол 25 жыл трансформатор работает без обслуживания.
Бұл Орал зенит зауыты елімізде кеме шығаратын жалғыз мекеме. Тарихы тереңнен бастау алады. Қазір мыңға тарта қызметкері бар. 1995 жылдан бері әскери кемелер құрастыра бастады. 20 жылда 20 кеме шығарып үлгерді. Ал мынау осы зауытта құрастырылып жатқан 21-ші кеме. Ең бірінші катеріміз 13 тоннық болса, қазір деген біз 250 тоннықты шығарып жатырмыз. Осы кемелерді алсаңыз, өзінің классын бойынша қарағанда, осы Каспий регионында ең мықты кемелердің біреуі осы. Нұрсұлтан Назарбаев зауыттың маңызын айтты. Әсіресе қорғаныс саласы мен шекара қызметінің дамуына өзіндік үлес қосып жүр. Елбасы өңірдің этно-мәдени бірлестіктер өкілдері, зиялы қауым және ауған соғысының ардагерлерімен кездесті. Бүгінде Батыс Қазақстан облысында 48 этно-мәдени бірлестік бар. 90-нан астам ұлт пен ұлыс тұрады. Демек, бірлік пен татулықтың маңызы зор бұл өлкеде. Көк түріктен бері қарай бабаларымыз бірлік пен ынтымақты бізге табыс етіп кеткен. Сол жолмен жүріп келе жатырмыз. Сол жолда табыстымыз. Береке бірлік болмаса, тыныштық болмаса, осындай жетістіктерге жетер ме едік, жетпес пе едік. Ішінде бірлігі жоқ елдің не жатқанын бәрін көріп отырсыздар, төңіректен де, алыстан да, жақыннан. Сондықтан біздің ассамблеяның 20 жылдығы биыл керемет мереке. Ассамблеяның 20 жылдығында бұл кездесудің маңызы зор дейді ұлт өкілдері. Елбасымен өткенді таразылап, ертеңнің қамын айтты сөйлегендер. Ынтымақ, бірлік, бейбітшіліктің, тұрақты дамудың кепілі. Мұхтар Ыбырайым, Айдос Меделбеков және Дулат Ентебеков, Батыс Қазақстан облысы, Президент телерадио кешенінің көмегімен.